Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған мырза түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммитіне қатысу үшін өзінің жеке ұшағымен Қазақстанның бас қаласы Астанаға келді. Режеп Тайып Ердоғанды Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайында Қазақстанның премьер-министрі Алихан Смайылов, Түркияның Астанадағы елшісі Мустафа Капуджу, Қазақстанның Анкарадағы елшісі Еркебұлан Сәпиев және басқа да ресми тұлғалар қарсы алды. Режеп Тайып Ердоғанмен бірге Астана қаласына Түркия Республикасының энергетика және табиғи ресурстар министрі Альпарслан Байрактар, сауда министрі Өмер Болат, Түрік мемлекеттері ұйымының ақсақалдар кеңесінің төрағасы Бинали Йылдырым және Түркия Республикасының сыртқы істер министрі Хакан Фидан, сонымен қатар президенттік коммуникациялар директоры Фахреддин Алтун да Астанаға келді. Режеп Тайып Ердоған түрік дәуірі тақырыбымен ұйымдастырылған түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммитіне Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен қатысып отыр. Түркі мемлекеттері ұйымындағы мерзімді төрағалық Өзбекстаннан Қазақстанға өтетін саммитте көшбасшылар ұйым аясындағы ынтымақтастықты одан ары ілгерілету талпыныстарын талқылап, өзекті жаһандық және аймақтық мәселелер бойынша пікір алмасады. Түрік дәуірі ұранымен өтіп жатқан саммитке Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғаннан басқа Әзербайжан президенті Ильхам Алиев, Қырғызстанның президенті Садыр Жапаров және Өзбекстанның президенті Шевкет Мирзиёев мырза да қатысады. Сонымен қатар түркі мемлекеттері ұйымына бақылаушы мемлекет статусындағы Түркменстан мен Мажарстанның арнайы өкілдері бар. Режеп Тайып Ердоған өзі тоқтаған қонақ үйде Әзербайжан президенті Ильхам Алиевпен кездесу өткізді. Кездесу баспасөзге жабық түрде өтті. Сонымен қатар Түркия президенті Венгрия премьер-министрі Виктор Орбанмен де кездесті. Екі лидер Израиль-Палестина қақтығысындағы соңғы жағдайды талқылады. Бірер минутта Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоғанның түркі мемлекеттері ұйымында сөйлеген сөзінің толық қазақша мәтінін ести аласыздар. No, freelance.
келесі сөз Түркия президенті Recep Tayyip Erdoğan мырзаға беріледі. Sayın devlet ve hükümet Құрметті үкімет басшылары, құрметті ұлттық көшбасшы, сіздерге шын жүректен шыққан сезімдеріммен және ыстық ықыласпен сәлем айтамын. Karagandaki Қарағандыда шахта апатында қаза тапқан қазақ бауырларымызға Алланың мейіріміне бөленуін тілеймін. Барша қазақ халқына, әсіресе қайғыға батқан отбасыларына көңіл айтамын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектеспін. şekilde tamamladıkları Төрағалық мерзімін сәтті аяқтағаны үшін қымбатты бауырым Өзбекстан президенті Шевкат Мирзиёевқа алғыс айтамын. Кезекті төрағалық қызметіне кіріскен аяулы бауырым қымбатты Тоқаевқа ерекше қонақжайлығы үшін алғыс білдіремін, жұмысына табыс тілеймін. başarılar temenni ediyorum. Türk dünyası Түркі әлемінің құрмет орденімен марапатталған бауырым Мирзиёевті шын жүректен құттықтаймын. en kalbi tebriklerimi iletiyorum. Kıymetli kardeşlerim, Қымбатты бауырларым, жаһандық сын-қатерлерге қарсы күресіміздегі ең маңызды күшіміз түркі әлемінің бірлігі мен ынтымағы. Біз бұл шындықты соңғы кездері кездескен көптеген оқиғалардан көріп жүрміз. pek çok hadisede görüyoruz. Can Azerbaycan Отан соғысынан кейін Жан Әзірбайжан 30 жыл бойы Қарабақтағы басқыншылықты толығымен жойды. Біз бұл тарихи жетістікке мақтанамыз және қуаныш сезіммен қарсы алдық. sevinç duyuyoruz. Böylece Осылайша біз өңіріміздегі тұрақты бейбітшілікке бір қадам жақындадық. açılan fırsat ve Ашылған мүмкіндіктер терезесін пайдалану біздің ең үлкен тілегіміз. Арменияның Әзірбайжан алдындағы міндеттемелерін орындауы маңызды. yerine getirilmesi mühimdir. Azerbaycan'ın batı bölgesinde Нахчыванды Әзірбайжанның батыс аймақтарымен байланыстыратын көлік желісін жүзеге асырудың да маңызы зор. büyük önem taşıyor. Hattın açılması Бұндай желінің ашылуы аймақтағы барлық елдердің игілігіне елеулі үлес қосып, Түркияны да ата жұртымыз Орталық Азиямен байланыстырады. Orta Asya'ya bağlayacaktır. Bu sürecin başarıyla Бұл процестің сәтті аяқталуы үшін біз түркі әлемі ретінде Әзірбайжанға қолдауымызды жалғастыруымыз керек. değerli kardeşlerim, Құрметті ағайындар, мәдениетіміз бен өркениетіміз әділдікті сақтауға, жәбір көргеннің қолын ұстауға, әділетсіздікке үнсіз қалмауға шақырады. da susmamayı tavsiye eder. Палестинада бүкіл әлемнің көз алдында бұрын-соңды болмаған адамзаттық трагедия болып жатыр. Ауруханалар, мектептер, мешіттер, шіркеулер, босқындар лагерлары бомбаланып, бейкүнә балалар айуандықпен өлтірілуде. Masum çocuklar acımasızca katlediliyor. 7 қазаннан бері куә болғандарымызды ақтайтын бұл қатыгездікті түсіндіретін ешқандай сөз жоқ. Kavram yoktur. Açık ve net söyle. Ашығын айтқанда, Газада адамзатқа қарсы қылмыстардың жасалғанына тура 28 күн болды. Осы дағдарыс алғаш басталған сәттен бастап, біз Түркия ретінде принципті және гуманитарлық ұстанымды құп көрдік. Ve insani bir duruş benimsedik. Біз бейбіт тұрғындарға қарсы әрекеттерді құптамайтынымызды әр туған сәтте айттық және айтып жүрміз. Біз үшін маңыздысы тез арада адамдарға оқ жаудыруды тоқтату. Біз сондай-ақ мұсылман болсын, христиан немесе еврей болсын, барлығының қауіпсіздігіне кепілдік беретін жаңа механизмдерді жасау бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Біздің халықаралық бейбітшілік конференциясының негізін қалаудағы жұмысымыз бойынша күш-жігеріміз жалғасуда. Осы уақытқа дейін апат аймағына 10 ұшақ толы гуманитарлық көмек жөнелттік. Аймақтағы жағдайға байланысты қажетті көмектерді жіберуді жалғастырамыз. Түркі әлемі ретінде бірлігіміз бен ынтымағымыз ең алдымен атысты тоқтатуға, одан кейін тұрақты бейбітшілікке апаратын жолды жеңілдетуге көмектеседі. Türk Devletleri Teşkilatı Түркі мемлекеттері ұйым ретінде ұстанатын қағидаларымыз басқа да ұйымдарға үлгі болады.
Ресей-Украина соғысының энергетика, азық-түлік және көлік тасымалы салаларында жасаған салдары бүкіл әлемге теріс әсер тигізді. Түркия ретінде әділетті бейбітшілік орнату үшін барлық күш-жігерімізді жалғастырамыз. Afganistan'da sürdürülebilir Ауғанстанда бейбітшілік пен тұрақтылықты орнату Орталық Азиядан бөлек бүкіл құрлықта тұрақты қауіпсіздік пен өркендеуге жол ашады. hizmet edecektir. Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri Түркі мемлекеттері ұйымының мүшелері ретінде Ауғанстандағы қазіргі әкімшілік жүйеге беретін хабарламаларымыз бұл тұрғыда өте маңызды. aziz kardeşlerim, Қымбатты бауырларым, 6 ақпанда басымыздан кешірген ғасырдың апаты жер сілкінісінен кейін көрсеткен ынтымақтастарыңызды ұмыту мүмкін емес. 16 Mart'ta Ankara'da 16 наурызда Анкарада өткізген кезектен тыс саммитте бүкіл әлем осы ынтымақтастығымызға куә болды. Анкарада қабылдаған шешіміміз бен Түркі мемлекеттері ұйымының азаматтық қорғау механизмін құру жолында маңызды қадам жасадық. gerekli süreçleri bir Қажетті процестерді мүмкіндігінше тез аяқтау арқылы бұл механизмді енгізудің пайдасын көріп отырмыз. Түркия ұйымымыздың осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерін жалғастыру үшін бар күш-жігерін салуда. devam ediyor. Nahçıvan Anlaşması'nda Нахчыван келісімін өзгертуге қатысты хаттаманы түркі мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты қамтитын парламентіміз 3 қазанда қабылдады. tarihinde kabul edildi. 1 қарашадан бері біз хаттаманың ішкі бекіту процестерін аяқтадық. Мен барлық мүше мемлекеттерді хаттаманы мүмкіндігінше тезірек жүзеге асыру үшін қажетті шараларды қабылдауға шақырамын. Ынтымақтастықтың әртүрлі салаларындағы, әсіресе сауда-экономика, энергетика және көлік тасымалы қазіргі әлеуметіміз үшін бізге уәде береді. Vaat ediyor. Ankara'daki olağan Біз Анкарадағы кезектен тыс саммитта құрылуы туралы келісімге қол қойған Стамбулдағы түркі инвестициялық қорының жұмысының тезірек басталғанын қалаймыз. bununla ilgili Бұл туралы келісім күні кеше біздің парламентте қабылданды. kabul edildi. Мега энергетика және көлік инфрақұрылымы жобалары әрқашанда түркі мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықтың іргелі және маңызды саласы болып қала бермек. Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыры, Баку-Тбилиси-Эрзурум табиғи газ құбыры және Транс-Анадолу құбыры осылардың нақты мысалы. örnekleridir. Pazar Каспий табиғи газын Түркия мен Еуропаға тасымалдау түркі мемлекеттердің әл-ауқатына да Еуропаның энергетикалық қауіпсіздігіне де ықпал етеді. katkı yapacaktır. Ülkelerimiz arasında Біз сондай-ақ елдеріміздің арасындағы көлік желілерін дамыту мақсаттарына ерекше назар аударуымыз керек. Осы орайда біз Каспий арқылы өтетін шығыс-батыс орталық дәлізін жандандыру бойынша күш-жігерімізді жалғастырып жатырмыз. Біз тасымалдау мен сауда жасау жолындағы кедергілерді жою, көлік желілерін нығайту, шекарадан өту мен визалық рәсімдерді жеңілдету бойынша ынтымақтастығымызды күшейтуге тиіспіз. bildirmeliyiz. Semerkant zirvemizde Біздің Самарқанд саммитінде қол қойған халықаралық аралас жүк тасымал туралы келісім мен көлік байланысы бағдарламамыз айтарлықтай үлесін қосты. Бүгінде біз 2023-2027 жылдарға арналған тасымалдаудың бірлескен іс-қимыл жоспарына қол қою арқылы жаңа мерзімді жол картасын анықтаймыз. belirlemiş olacağız. Tüm bu alan Осы бағыттардың барлығын қоса алғанда біз ортақ тіл, мәдениет және тарих негізіндегі адами қарым-қатынасымызды жақсарту мақсатында жоғарғы білім саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға күш салудамыз. çabalarımız da sürüyor. Özellikle Әсіресе ауызбіршілігіміз бен ынтымағымыздың нығаю үшін тіл бірлігінің маңызы зор. birliğinin önemi aşikardır. Bunun ilk Ал бұның ең алғашқы қадамы ол әліпби бірлігін қамтамасыз ету. Осы тұрғыда президенттердің қолдауы өте маңызды.
Біздің жоғарғы оқу орындарының кеңес хатшылары жеткізген ұсыныстары сіздер, құрметті ағайындар тарапынан ең жақсы түрде бағаланады деп сенемін. Достарым, біздің отбасы кеңесіміз өткен жылы Самарқанд саммитінде Солтүстік Кипр Түрік Республикасына бақылаушы мүше мәртебесін бірауыздан беру арқылы тарихи шешімге қол қойды. Осы шешімді қабылдауға қолдау көрсеткендеріңіз үшін тағы да алғыс айтқым келеді. Түркі әлемі бұл шешіммен оқшауланса да, туған жерінен бас тартпаған Кипр түріктерінің жалғыз емес екенін баршаға паш етті. Ұлы түрік отбасының ажырамас бөлігі болып табылатын Кипр түріктерімен ынтымақтастықта әрекет ету біздің міндетіміз. Келесі саммитте Солтүстік Кипр Түрік Республикасын бақылаушы мүше мемлекет ретінде өзіміз қабылдаған шешімдей арамыздан көреміз деп ойлаймын. Мен бұл мәселеде сіздің білікті басшылығыңызға сенемін. Осы орайда мен біздің бақылаушы мүше мемлекет Түркменстанды отбасылық кеңесіміздің толыққанды мүшесі ретінде көргіміз келетінін тағы да атап өткім келеді. Қымбатты бауырларым, бірлігіміз күшіміз деген ұранмен түркі әлемін әр салада нығайтып, түрлі сынақтарға төзімді етуді мақсат етіп отырмыз. Көшбасшылар ретінде бірлік пен ынтымақта күшті түркі әлемін құру арқылы түркі әлемінің туын көтерген жүректерге жол көрсетуіміз керек. Биыл 100 жылдығын тойлап жатқан Түркия Республикасы ретінде біз бүкіл түркі әлемінің тыныштығы, өркендеуі және қауіпсіздігі үшін қадамдарымызды жалғастырамыз. Түркия ғасыры туралы көзқарасымызды ұйымымызға ұсына отырып, біз келесі кезеңді түркі дәуіріне айналдыру үшін иық тіресе жұмыс істейміз. Осы ойларымен сөзімді аяқтай отырып, мен сіздерге тағы да құрметпен сәлем жолдаймын. Саммитті ұйымдастыруға атсалысқандардың барлығына, әсіресе қабылдаушы тарап Қазақстанға және оның президенті Тоқаевқа алғысымды білдіргім келеді. Біздің ұсыныстарымыз бен қабылдайтын шешімдеріміз бүкіл адамзатқа, әсіресе біздің елдерімізге және түркі әлеміне пайдалы болады деп үміттенемін. Қадірлі бауырым, атажұртқа қош келдіңіз. Сіздің бүгінгі сапарыңыздың мағынасы өте жоғары. Бұл сапар елдеріміздің сан қырлы қарым-қатынасын нығайтуға және түркі әлемін дамытуға тың серпін береді деп сенемін. Саммит кезіндегі маңызды бастамаларыңыз және салмақты ой пікірлеріңіз үшін алғыс айтамын. Сізді және барша отандастарыңызды Түркияның 100 жылдығымен тағы да құттықтаймын. Жаңа 100 жылдықта шетелге алғашқы сапарды ата жұртыңыз Қазақстаннан бастап отырсыз. Мұның зор символдық мәні бар. Сондай-ақ түркі мемлекеттері ұйымның 10-ші саммитіне қатысуыңыздың терең мағынасы бар. Бауырлас Түркия елінің мерейтойына орай Астанада Анадолы көшесі, Шымкентте Түркия даңғылы мен саябағы және Алматыда Мұстафа Ататүріктің ескерткіші ашылатынын атап өткім келеді. Түркия біздің ежелден еншісі бір тамырлас туысымыз. Сондай-ақ Қазақстанның ең жақын әрі сенімді стратегиялық серіктесі. Өзара қарым-қатынасы дамытуға сіз орасан зор үлес қосып келесіз. Мен оны жоғары бағалаймын. Арадағы тұрақты келіссөздердің арқасында бүгінде көптеген келісімдеріміз жүзеге асырылуда. Былтыр екіжақты тауар айналымы 54%-ға өсіп, 6,3 миллиард доллар болды. Осы көрсеткішті 10 миллиард долларға жеткізуді көздеп отырмыз. Түркия еліміздің негізгі 4 сауда серіктестерінің бірі. Инвестициялық ынтымақтастық қарқынды дамып келе жатыр. Елімізде түрік капиталы мен
4300'ден астам компания қызмет атқаруда. Құрметті Режеп Мырза, түркі әлемнің қара шаңырағы қазақ еліне тағы да қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Zirvemize yaptığınız başarılı ev sahipliği için sizi tebrik ediyorum. 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki okul inşa etme kararınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu okul Türk-Kazak kardeşliğinin nesiller boyu sürecek sembollerinden birine dönüşecektir. Küresel ve bölgesel gelişmeler Türk dünyasının daha yakın eşgüdüm içerisinde bulunmasını gerekli kılıyor. 2021 yılında İstanbul'da düzenlediğimiz zirvede dönüşüm sürecini başlatmış ve teşkilatımızı daha güçlü kurumsal bir yapıya kavuşturma kararı almıştık. Aradan geçen sürede bu doğrultuda önemli adımlar attık. Atmaya da devam edeceğiz. Ata topraklarımızda şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz nazik misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған ерекше ықыласпен Қасым-Жомарт Тоқаевқа Түркия Республикасының отандық өнімі электрокар ток автокөлігін сыйға тартты. Түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммитіне келген Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанды Қасым-Жомарт Тоқаев әуежайдағы ұшаққа дейін өзі шығарып салды. Құрметті ағайын, арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Thank you.